армысыздар, сіздермен бірге Мәке Кубер арнасы. Бүгін біз осындай спичкалар мен головоломкалар шешетін боламыз. Оны маған оператор жасырады, мен соны шешеміз. Бірге менің реакциямды көреміз. Сіздерді уақытқа таймер қойып, сіздерді уақытқа мен бірге шешсеңіздер болады. Ал ендеше кеттік. Енді оператор қазір маған ең оңайларын қойды. Оператор енді бүгін маған 5 не қоямын деп айтты. Өз білмеймін, интернеттен көрдім ме. Енді біріншісі ең танымал, ең оңайы күрек, ішінде мусор. Бұны мусорды шығару керек. Күректің бағытын өзгерту керек. Типа 2 спичканы қозғалтып. Бұны бәрі біледі. Так. Дұрыс па? Иә. Болдыңда дұрыс болса, енді екіншісін қой. Енді міне екінші уровень. Біріншісін оңай шешіне, ол ең танымал десем де болады. Енді бұл жерде бізде қай ойыннан қозғалтса да, қайсысын қозғалтса да, 60-сан жасау керек дейді осы 3 спичкамен. Оларды қолдануға болмайды. Енді ойланып көрейік. Сындыруға болмайды және. Алсаң қалай жасаймыз? Так, 6. Римский 6. Есептелі ма? Римский 6. Иә. Оңай, бұл да екіншісіне шештік. Үшіншісін жасырады қазір. Оператор бізге. Енді қазір үшінші уровень, бұл сәл қиындау сияқты. Бұда бізді 4 спичканы қозғалтып, 2 стрелка жасау керек. Енді бізде дәл осындай тағы бір не болатыны анық. Бұндай істемейтініміз тағы да біреуін. Енді ойланып көрейік сәл. Стрелка 4 спичкадан. Біреу. 2. Басынан қойық. Так, сонда өйді. Қалай сонда? 2 стрелка. Кішкентай 2 стрелка. Төртінші. Вот. 2 стрелка. Дұрыс па, оператор? Иә. Болды, дұрыс болса. Енді 4-ші уровень сложностьті қойыңыз. Енді бізде 4-ші уровень сложность. Бұл жерде біз 2 спичканы алып любой жеріне қойсақ та, ең үлкен санды жасауымыз керек, барынша ең үлкен. Енді қазір ең бірінші мен ойыма түсіп тұрғаны ол жоқ. Мен осылап неға қойымыз? Вот 589. Бұдан да үлкен жасау керек. Так, осыны қойымыз орнына. Бұдан үлкені. Көріздер. Примерно ол. Вот. 1505. Мен ойымша, мен тоқтамайды. Бұдан да қатты кете береді. Тағы да ойланамыз. Қараңыздар. Оппана. 51.181. Өте көп. Дұрыс па? Жоқ, әлде көп бар ма?
әлі де көп осында. Қазір стоп, тағы да ойланамыз. Типа бұл логикалық сұрақтар бәрі. Логиканы қосу керек бұл жолға. Так. Сонда. Тақылай болмайды. Типа. Осылай намысық. Мынаны қазір менде бір ой тұр, бұл осы ма, осы емес пе? Сіздердің жақтарыңыздан қараған кезде бұл 81.151 болып саналады. Осы ең көбі деп ойлаймын. Дұрыс қой, оператор? Иә. Бұны да шештік. Ең қиынына келеміз қазір. Енді міне ең қиыны 5-шісі, бұған сәл басқа тұру керек. Бұл жерде бізде 2 бұрыш берілген, оның біреуін қозғалтып 4 үшбұрыш жасау керек. Оны сәл ойланамыз енді. 2 бұрыш, одан қалай 4 бұрыш жасаймыз. Логикаға саламыз бастысы. Бұда рим цифрмен өтпейді. Бұл қиынна қиын екен. Ama oylanma olarak biraz kuruş. Tek. Endi sındыруға болмайды. Бастысы сындырмауымыз керек, бірақ сындырғанды патырлап майдалып тастайтын деп айтып, 4 бұрыш жасау үшін. Енді тек 4 3 бұрыш. 4 3 бұрыш. 4 3 бұрыш. Дұрыс қой? Дұрыс емес пе? Дұрыс. Достар, енді осымен біздің бесеуінді шештім. Бәрі оңай болды. Енді келесі жолы тағы да қиын болады деп ойлаймын. Видеомыз соңына келді. Лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар, комментарий жазыңыздар. Екінші бөлімі жақын арада болатын болады. Бізбен бірге болыңыздар, және де өздеріңіздің уақыт көрсеткіштеріңізді қанша уақытта шеше алдыңыздар комментарияға жазып кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар.